Дәрісімізді келген жерден жалғастырамыз. Әзкар, зікір бабы, зікір тақырыбына келіп тоқтаған болатынбыз. Оның артықшылығы, оған берілетін сауап туралы сөз қозғаймыз. Ең алдымен Алла Субханаху ва Тағаланың аяттарын, одан кейін Пайғамбар алейхиссалату вассаламның хадистерімен жалғастырамыз. Зікір ең абзал амал, ең абзал іс. Себебі сен зікірде Алла Тағаланы еске аласың, Алланы ұлықтайсың, оны дәріптейсің. Құран кәрімде Алла Субханаху ва Тағала «Фәзкуруни әзкуркум» мені еске алыңдар, мен де сендерді еске аламын дейді. Мына дүниенің патшасы сізді еске алып жатыр десе, сіз кәдімгідей қуанып қаласыз, қызығасыз, қалай еске алып жатыр екен, не үшін еске алып жатыр екен, немен еске алып жатыр, қай нәрсе ұнады екен деген секілді. Алла Субханаху ва Тағала сізді еске аламын дейді, егер сіз оны еске алатын болсаңыз. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Аллах Тағала бізге ғафилдердің қатарынан болып қалмаңдар дейді. Ғафил деген бейхабарлар. Бір іс болып жатса, сіз одан бейхабарсыз. Яғни ақыретке қарай ұмтылып жатыр жұрттың бәрі. Ізгі амалмен сен бейхабарсың, сен ғафилсің. Болып жатқан істен хабарсызсың. Солардың қатарынан болып қалма дейді. Ертелі кеш Аллах Тағаланы еске ал. Еске алған кезде Алла Субханаху ва Тағала кішіпейілге түскен халде іштей Алланы еске ал дейді. «Уазкуруллаха кафиран лааллакум туфлихун» дейді. Жұмуа сүресінде Аллах Тағаланы көп еске алыңдар дейді. Мүмкін құтыларсыңдар Алланың азабынан. Мүмкін бақытқа қол жеткізерсіңдер. Алланы көп еске алу мына дүниеде тәспін ұстап алып, тек қана мешіттен шықпай зікір етіп отыру емес. Әрбір ісімізде Алланы еске алуымыз керек. Істеп жатқан ісіңде де осы іс қайырлы ма, осы іс ізгі ма, осы ісімнен Алла риза бола ма? Жалпы тіліміз Алланы зікір етуден бос болмау керек. Бос нәрсе сөйлегенше Алланы зікір етуді әдетке айналдырайық. Құран кәрімде Алла Субханаху ва Тағала мұсылмандарды ер, әйел деп ізгілік істейтін ерлер, ізгілік істейтін әйелдер, ораза ұстайтын ерлер, ораза ұстайтын әйелдер деп мақтап келеді. Ең соңында зікір етуші ерлер мен зікір етуші әйелдер дейді. «Иннал муслимина вал муслимат» деп басталған аятта «Ваззакирина Аллаха кафиран ваззакират а'адда Аллаху лахум магфиратан ва ажран азима». Ахзаб сүресінің 35-ші аятын ашып оқысаңыздар, сол жерде жалпы Құран кәрімде көптеген үкімдер түседі, бірақ ерлер меңзеліп жатыр. Әйел кісілер тарапынан сұрақ туындайды, бізше дегендей. Сонда осы аятта Ахзаб сүресінің 35-ші аятында Алла Субханаху ва Тағала ерлерді бөлек, әйелдерді бөлек, ерлерді бөлек, әйелдерді бөлек айтып келеді. Құлшылықтарда, намазда, оразада, садақа беретін, арын сақтайтын, ұятты жерін жауып жүретін деп ерді бөлек, әйелді бөлек айтып келіп, ең соңында Алланы көп еске алатын, яғни көп зікір ететін ерлер, көп зікір ететін әйелдер, міне соларға Аллах Тағала кешірім, Алла кешірім береді оларға. Және ұлы сауап береді дейді. Осы көп еске алатын Алланы, көп зікір ететін ерлер мен әйелдерге Аллах Тағала кешірім береді, кешіреді оларды, және оларға дайындалған үлкен әжір сауап бар дейді. Аллах Тағала бір нәрсені үлкен деп атса, демек ол жай емес. Жалпы Аллах Тағала тарапынан әзірленген сыйлықтың өзі біз үшін жай емес. Бұл жерде азима деп үлкен ұлы сыйлық оларға дайын тұр деп Аллах Тағала сүйіншілейді.
Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира ва саббихуху букрата ва асила. Аллах Тааланы еске алыңдар ей иман еткендер. Ертелі кеш Алланы еске алыңдар деп Аллах Таала бізге ескертеді. Пайғамбар алейхиссалату вассаламнан Абу Хурайра радиаллаху анху жеткізеді. Имам Бухари бұны өзінің сахих жинағының ең соңында келтіреді. Калиматани хафифатани алал лисан. Екі калима бар, тілге өте жеңіл, таразыда өте салмақты, Аллах Таалаға өте ұнамды ол дейді. Аллаға ұнайды ол екі сөз. Ол не десеңіз, субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Тілге жеп жеңіл, таразыда салмақты, Аллаға ұнайтын екі сөз. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим. Жаттап алып, ертелі кеш осыны тілімізден тастамай жүрсек, Аллаға ұнайтын амал екен. Таразда кейбіреулердің тараз сол жағы басым болып қалады. Сол кезде оң жағыңыз басым болу үшін сізге жар болатын зікірлер. Және де сол Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген риуаят пайғамбарымыздан жеткізеді. Субханаллах, валхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, валлаху акбар деп айту дейді. Мен үшін күннің сәулесі түскен барлық нәрседен хайырлы дейді пайғамбар алейхиссалату вассалам. Азанда күн шығады. Жер бетінде қаншама дүние бар. Алтын, байлық, біз қадір тұтып жүрген дүниелер бар қаншама. Қолыңа кірсе көп жақсылық істей аласың онымен. Құрдымға да кетіп қалуы мүмкін, иә? Сол нәрсенің барлығынан мен үшін субханаллах, альхамдулиллах, ла илаха иллаллах, аллаху акбар деп айту хайырлы, абзал деп жатыр. Оп-оңай қолымызда тұр, бірақ қадірін біле бермейміз. Тәспіні алып бір 3 рет қайтарып, 100 рет айтып қойсақ, соған мәз болып қайтып тоқтатып қоямыз. Келесі риуаят, ол да Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымызден жеткізеді. Кімде кім ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд ва хуа аля кулли шайин қадир деп күніне 100 рет айтатын болса, Алла субханаху ва таала 10 құлды азат еткеннің сауабын жазады екен оған. 10 құлды азат еткеннің сауабын жазады. 100 сауап жазады одан бөлек тағы. Оның 100 күнәсін Аллах Таала кешеді екен. Және де ол шайтаннан сол күні сізді қорғауға қорған болады екен. Бір рет айтып атсыз, Алла субханаху ва таала сізге жаңағы нәрсенің барлығын беріп жатыр, қараңыз. Кеш батқанша шайтан сізге уәсуәсәсін өткізе алмайды екен, қорған болады екен. Бұл істен асқан іс сізден асып түсе алмайды ешкім дейді сол күні. Ал егер сізден көбірек айтатын болса, ол әрине асып түседі. Субханаллах ва бихамдихи деп айтатын болса, күніне 100 рет Алла субханаху ва таала оның кемшіліктерін кешеді дейді. Теңіздің бетіндегі көбіршіктеріндей болса да 100 рет субханаллахи ва бихамдихи деп айтатын болсаңыз, теңіздің бетінде қанша көбіршіктер бар білесіздер. Адам санына жете алмайды оның. Әр толқын болған сайын арта түседі ол. Яғни не айтқысы келіп жатыр пайғамбар алейхиссалату вассалам? Сансыз болса да, сансыз күнәң болса да Аллах Таала кешеді. Ал біз бірақ тәубе бабында естеріңізде болса айтып кеткен болатынбыз. Бұл жердегі меңзеліп атқан осы кешірім, күнәңді кешеді деп атқанда кішігірім күнәлар. Күнделікті білмейміз, өзіміз байқамаймыз, болып атыр күнәларымыз. Ал үлкен күнәлар, олар міндетті түрде тәубе ету арқылы. Тәубенің шарттарында біз сіздерге айтып кеттік. Соны күнә деп білу, өкіну, олайдан кешірім сұрау, ұялу, соған қайта бармаймын деп бекем шешім қабылдау. Абу Айюб әл-Ансари пайғамбарымыздан жеткізіп жатыр мына бір хадисте: ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд, ва хуа аля кулли шайин қадир деп 10 рет айтатын болса, бір күнде 4 Исмаил алейхиссаламның ұрпағынан болған 4
адамды азат еткендей сауап беріледі деді. Жаңағы жерде дәл сол калимаға бірақ басқаша сауап айтылып жатыр, бұл жерде басқа. Бұл нені білдіреді? Пайғамбар алейхиссалату вассалам әр отырыста зікірдің артықшылығын айта берген. Әрине пайғамбарымыз өз ойынан айтпайды, оған жеткізген кім? Алланың елшілері. Алла тарапынан жеткізеді. Осы калиманы айтатын болсаң, мынанша сауап, мына калиманы айтатын болсаң, мынандай сауап деп, әр отырыста зікірдің артықшылығын айтып отыратын болған. Бір отырыста Абу Айюб аль-Ансари тыңдаса, бір отырыста Абу Хурайра тыңдаған, сөйтіп бір калима бірақ әртүрлі сауап. Екінші бір мағынасы, бұл жерде әркімге әрқарай берілуі де мүмкін. Біреу дәл сол калиманы айтады, оған басқа сауап беріліп жатыр. Оның ықыласына жараса, оның ниетіне жараса. Біреу әйтеуір шұғыланып отырып, әйтеуір айтып жатыр тілінде. Біреу жоқ, арнайы дайындалып келіп, уақыт белгілеп, отырып, қыбла қарап, оған да байланысты болуы мүмкін. Абу Зар радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Пайғамбарымыз маған бірде былай деп айтты дейді. Алла Тағала ұнайтын сөзді үйретейін ба саған деп сұрады дейді. Аллаға ұнайтын сөз субханаллахи ва бихамдихи деген сөзді айтты маған дейді. Бұл жерде жеке өзіне айтады. Жаңа жоғарыда айтып кеттік. Субханаллахи ва бихамдихи субханаллахил азим, екі сөз Аллаға ұнайды, тілге жеңіл және таразда салмақты келеді деп. Абу Малик Әл-Аш'ари радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Ат-тухуру шатрул иман. Тазалық иманның тең жартысы дейді. Тазалық болған жерде періштелер болады. Ластық болған жерде жын-жыбырлар, шайтандар жиналады. Қазақ даласында домовой деген ұғым болмаған. Кейіннен мынау орыстар келіп, төрт бұрышты үй сала бастағаннан кейін домовой деген түсінік шықты. Ол не? Анау бұрыштарда тазаланбай қалған, бұрыштардағы шаң тозанға жиналатын жындар. Сол үшін үйді таза ұстауды. Домалақ үй білесіздер, қазақ үйде шетін көтеріп жіберсе жел есіп таза тұратын болған. Яғни ол бүгінгі таңда ол домалақ үй салу керек деген сөз емес. Үйіңді таза ұстау керек. 4 бұрыш саласың ба, 3 бұрыш саласың ба, ол ерік өзіңде. Сала бер. Үйіңді таза ұста. Тазалық болған жерде періштелер болады. Тазалық болған жерде береке болады. Тіпті иманның жартысы деп бастап жатыр пайғамбар алейхиссалату вассалам хадисін. Жалғасты тұрады. Алхамдулиллахи тамлаул мизан. Алхамдулилла деп айту таразда басым түседі. Таразыңызды толтырады сіздің. Субханаллахи ва алхамдулиллах деп айтатын болсаңыз, бұл екеуі толтырады дейді. Нені? Ма байнас самауати вал ард, аспан мен жердің ортасындағы қаншалық кеңістік болатын болса, соның барлығын толтыратын сауап беріледі дейді. Субханаллах, алхамдулиллах деп айтатын болсаңыз, сондай кеңістікті толтырғандай сауап беріледі екен. Саад ибн Аби Ваққас сахаба, Алла разы болсын ол кісіден, бір араби пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына келді дейді. Араби деп білесіздер, бәдәуиде, шөл далада, бәдуде жүрген арабтарды араби деп айтады. Маған бір калима үйрет, мен соны айтып жүрейін деп пайғамбарымыздан келіп сұрады. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, Аллаху акбару кабира, вальхамдулиллахи каthira, ва субханаллахи раббил аламин. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم деп айтты деді. Сонда әлгі араби, бұл айтқанның бәрі Аллаға арналып жатыр ғой. Мен өзіме не айтам, өзіме қатыстысын айтсайшы деп сұрады дейді ары қарай. Жаңағының барлығы шында да мақтау. Ла илаха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ. Вахдаху ла шарика лах, ол жалғыз, патшалық оған ғана тән, оның ешбір серігі жоқ. Аллаху акбару кабира, Аллах Тағала ұлы. Вальхамдулиллахи каthira, бүкіл мақтаулар Аллаға болсын, барлық артығымен. Ва субханаллах, Алла бүкіл айыптардан пәк. Раббил аламин, әлемдердің патшасы, Раббысы. Ва хаула ва қуата илля биллах, одан асқан күш қуат иесі жоқ. Әл-Азизил Хаким, Азиз, Алла субханаху ва та'ala барлығынан ұлы, жоғары, құдіретті, хаким, дана. Бұлардың бәрін айтып атқан кезде, бұның бәрі Құдай үшін ғой, мен үшін не бар?
деген кезде пайғамбар алейхиссалату вассалам ары қарай үйретіп, Аллахумма гфирли вархамни вахдини варзуқни. О Раббым, мені кешір, менің күнәларымды кеш, маған мейіріміңді жаудыр, маған хидаят бер. Хидаяттасың өзің, тура жолдасың, бірақ өле-өлгенше хидаятты сұрап өту міндетіміз ағайын. Себебі қай сәтте қадамымыз тайып кетеді білмейміз. Ешкім кепілдік бере алмайды өзіне. Мен осы иманмен өмірден өтіп кетем деп. Әп сәтте адам баласы тайып кетуі де мүмкін. Иман деген үрей мен үміттің арасындағы дүние. Үрейленесің, істеген қателіктерің бар, кемшілігің бар, тәкаппарлығың бар, көре алмайтының бар, біреуді жамандайтының бар, келіп біреумен біреуді ұрыстырасың, дүние қоңыздық, мына іштегі ластық, хасад толып жатыр. Солардың бәрін кешір, мені мейіріміңе бөле, маған хидаятыңды бер, және мені рызықтандыр. Ризық деген сөз тек қана дастархан үстіндегі тамақ қана емес, туылғаннан бастап қайтыс болғанға дейінгі саған қажетті дүниенің барлығы ризық деп аталады. Бүкіл ризық Алладан, Алла беруші. Деп пайғамбар алейхиссалату вассалам әлгі арабиға сұраудың не сұрау керек екендігінде айтып кетті дейді. Сәубан радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам намаз біткеннен кейін истихфар айтатын 3 рет дейді. Одан кейін Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам деп айтатын дейді. Біздер намаздан кейінгі айтып жүрген дұғаларымыз. Сонда Аузаи осы риуаятты жеткізіп атқандардың бірі сол кісіден сұраған екен. Истихфарды қалай етуші еді дейді. Сонда ол кісі астағфируллах, астағфируллах деп айтқан екен. Яғни истихфардың түрі көп білесіздер. Соның ең қысқасы астағфируллах. Пайғамбарымыз соны айтатын. 3 рет намаз біткеннен кейін. Истихфар дегеніміз ол не? Кешірім сұрау. Намаздан кейін не үшін кешірім сұрап атсың? Сол деңгейде өтей алдым ба, өтей алмадым ба, я Алла, кешір мені. Намазда тұрсың, ойың, үйің, бала шағаң, базар, анау, мынау. Лайық па сол? Же балаңа бір әңгіме айтып тұршы, ол сот ойын ойнап тұрса, не істейсің? Мен саған айтып тұрмын дейсің. Немесе саған келіп бір өтініш айтып тұр, басқа нәрсені шұқылап тұр. Алланың алдында тұрмыз, құлшылықта тұрмыз. Міндетін атқарып жатырмыз, бірақ әйтеуір ойымыз басқа жақта. Алла субханаху ва тағала бізге берген мейірімі, намаздың ішінде бір рет болсын Алланы еске алатын болсақ, түгел намазымыздың ішінде 4 ракат бойы бір-ақ рет еске түссе де әйтеуір сонымен қабыл дейді фақихтар. Бастан аяқ Құдай есіңде жоқ па сенің Аллаху акбардан бастап ассаламу алейкумға дейін, онда ол намаз емес. Себебі сен Алланы еске алған жоқсың. Ақимис салата ли зикри, мені еске алу үшін намаз оқы деді. Сен еске алған жоқсың бастан аяқ, ол намаз емес онда. Жамағаттың ішінде тұрсың, онда жамағаттың құрметіне Аллах Тағала қабыл етеді екен ондай намаздарды. Имамға қарайды, имамның ойы қайда? Далада ма? Жамағатқа қарайды. Жамағаттың да ойы далада ма? Болады ма ондай жамағат? Болуы да әбден мүмкін. Бір қалжың әңгіме бар. Болып намаз оқып болғаннан кейін имам сұрайды дейді артына қарап, 4 оқыдық па, 5 оқыдық па деп. Ешкім білмейді дейді. Ешкім айта алмайды. Біреу айтты, 4 оқыдық. Қайдан білдіңіз сен? Мен 1-ші ракатта үйден шықтым деп айтады дейді. 2-ші ракатта мен базарға жеттім. 3-те мен заттарды алдым, пәлен заттарды. 4-те үйге қайтып келдім, 4 деп айтады дейді. Ол да намазда емес та бірақ. Сондай намаз болса да Аллах Тағала жамағаттың құрметіне қабыл етеді екен. Жамағатпен оқыған үшін. Алла сондай мейірімді сізбен біз үшін. Біздің азын-аулақ әрекетімізге бізге төгіп береді. Намаз басқа құлшылықтар секілді емес. Қараңыз, исламның 5 діңгектері. Ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах, өміріңде 1 рет айтсаң болды. Қажыға барамайсың ба? Жағдайың жоқ па? Кешірілді, өзір бар. Ораза ұстай алмай жатсың?
сапардасың, аурусың, жүкті болып қалды, басқа тағысын тағы әйелдер, үзір бар. Зекет бере алмайатсың, мал мүлкің жоқ, үзір бар. Алуға да рұқсат тіпті. Намаз ше, намазға үзір қалдырған жоқ. Неге? Себебі намаздың араб тіліндегі аты сила. Соля. Соляның түпкі мағынасы сила. Байланыс. Байланыс құру. Ол Алламен сені байлап тұратын нәрсе. Әлгілер жылына бір рет, өміріңде бір рет болуы мүмкін. Ол да болса, өзірің болса, ол да жоқ. Бірақ намаз сені күнделікті байлап тұрады. Сол үшін де Алла субханаху ва тағала оны құзырына шақырып тұрып берді пайғамбарымызға. Басқалардың барлығын жерде берді. Ол құзырына шақырып берді. Неге? Себебі ол үзілетін нәрсе емес, ол байланыс нәрсе ол. Оны өзіне шақырып тұрып берді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам алдына періште келетін, Жебірейіл. Адамдар шошып кетпесін деп, қандай халде келеді? Адамның кейпінде келеді. Бір арыстан кіріп келсінші қазір. Ешкім тыңдамайды, сабақ бәрі қалады, бәрі жан жаққа қашады. Неге? Себебі біз қорқамыз кейіптен. Ол шынымен ол арыстан ба, әлде ол соның кейіп алған бір адам еңкейіп кіріп келеді ма? Жоқ, біз кейіпті көреміз, болды, қорқамыз. Аллах Тағала адамның кейпінде жіберді, қорықпасын деп. Періште адамның кейпіне енді. Пайғамбар алейхиссалату вассалам көкке көтеріліп жатыр, періштенің кейпіне өтіп жатыр. Енді келіп Сидратул Мунтахада Жебірейіл ары қарай мен де өте алмайым дейді. Демек періштелердің де тоқтайтын, өте алмайтын кейіпке еніп, сол жаққа өтті. Сөйтіп намазды алды. Яғни біз намазда тұрғанда періштеден де жоғарғы кейіпте тұруымыз керек. Сондай кейіпке енуіміз керек. Сондай кейіпте болуымыз керек. Ол сондай сыйлық ол. Ол жай нәрсе емес. Алла субханаху ва тағала 50 берген еді. Мұса алейхиссалам қайта-қайта айтып 5-ке түсіртіп алды. Неге барлығын азанғы 5-ті қойып қойған жоқ? Кешкі 5-ті қойып қойған жоқ? Сізбен бізді қайта-қайта байланыста болсын. Азанда тұрады, Алламен байланыс жасайсың. Дүниенің тіршілігімен кетіп бара жатсың, тағы Аллаху акбар, Алла ұлы, тастағаннан Алла ұлы, Аллаға кел деп тағы бір шақырып алады. Тағы келесіз, Алламен байланыс құрасыз. Сөйтіп түс қайта тағы, кешкісін тағы, жатар алдында тағы. Яғни Аллах Тағала сізбен байланыс құрып, байланыстан үзілмесін деп күнімізге бөліп тастады. Хикметтерінің бірі. Енді қараңыз. Жаңа айтып кеттік. Басқа құлшылықтарда үзір бар, намазда жоқ. Себебі намаз бүкіл құлшылықтарды жинаған құлшылық. Қараңыз. Намазда ат-тахиятта ташаххуд айтасыз, ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мухаммад расулуллах. Яғни исламның бірінші деңгейі. Кәлиманы сіз намазда айтасыз. Әр ташаххудке отырған сайын айтасыз. 5 парызыңыз бар. Қанша сүннетті оқисыз. Одан кейінгі қажылыққа келейік. Қажылыққа бара алмайатсыз. Бірақ қажылыққа шыққан адам не істейді? Беттеледі ғой қажылыққа, Қайда аттанып атсың дейді, қажылыққа қарай. Хаждың араб тіліндегі бір мағынасы мақсат дейді. Яғни мақсаты оның Каба, соған қарап жолға шықты. Намазға тұрғанда не істейсіз? Сіз де беттелесіз. Кабаға қарап тұрасыз. Мақсатыңыз да сіздің Кабаға бет бұру, бара алмасаңыз да. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді хадисте, білесіздер. Міскін о бейшара қажылыққа бара алмайды. Жуынып, шайынып, мақсат келді, қыблаға қарай беттенді, ол бара алмаса да Аллах Тағала оған сол сауапты беріп жатыр. Каба келіп оны айналып атқандай. Ол барып айналамаса да. Соған сол сауапты беріп жатыр Аллах Тағала. Жұма міскіндер үшін қажылық болып саналады дейді. Ораза ұстай алмай жатыр. Намазда оразаның да кейпі бар. Оразаның араб тіліндегі мағынасы саум, тыйылу. Намазда тұрсыз, сіз оразадан да мықты тыйыласыз. Оразада тек қана тамақтан тыйыласың ғой, жеп ішуден, әйеліңнен жеп ішуден. Сіз намазда тұрып, одан да көп нәрседен тыйыласыз. Тек жеп ішумен емес, сөйлеуден де тыйыласыз.
Бұрынғы үмметтің оразасы сөйлесе бұзылып кететін. Ымдайтын. Мен оразамын деп. Сөйлемейтін. Сіз намазда тұрып артық сөзді сөйлемейсіз. Яғни тыйылып тұрсыз. Яғни ораза ұстап тұрсыз. Артық қимыл, артық әрекет жоқ. Үндемей, басыңыз төмен қаратып, көп нәрседен тыйылып тұрсыз. Зікір етіп жатсыз. Намаз, яғни көптеген құлшылықтардың басын қосқан. Зекетші деп ойлайсыз, зекетті намазбен қалай ұштастырасың деп. Зекет беру үшін не керек адамға? Қаражат керек, байлық керек. Байлығың болмаса, бере алмайсың. Ал байлық болу үшін не керек? Жұмыс істеу керек. Жұмыс істеу үшін уақыт керек. Дұрыс па? Уақытың болмаса істей алмайсың. Ал енді сіз намазға келдіңіз, Аллаху акбар деп намаздың ішінде тұрсыз, 4 ракаттың ішінде қанша уақыт жұмсадыңыз. Сол уақытты барып, ақша табуға жұмсасаңыз болар еді. Ақша тауып, зекет беруге болар ма еді? Болар еді. Демек сіз сонша уақыт тұрып құлшылық етіп жатсыз, зекет бергендей сауапты иншалла аласыз. Сіз оны намазға жұмсадыңыз. Яғни намаз бүкіл құлшылықтарды біріктіретін. Алла субханаху ва тағала сол үшін бұған өзір қойған жоқ дейді ғұламалар айтады. Сізді байланысып тұрғанды қалайды. Сіз Алламен байланысудың Алланың ешқандай бір шаруасы шешіліп қалмайды. Керісінше, сіздің алыстап кетпей, сіздің жақын болғаныңызды қалайды. Сіздің адасып кетпегеніңізді қалайды. Сіздің жүрегіңіздің қарайып кетпегенін қалайды. Сол үшін байланып тұр. Қазақта ағайын туыс, жекжаттың араласына қатысты бір әдемі сөз бар, айында көрмесе, ағайын жат, жылда көрмесе, жекжат жат болып кетеді дейді. Жат болып кетеді. Алла субханаху ва тағала сені алыстап кетпесін деп қайта-қайта өзіне шақырады. Байланысып тұрсын, байланыс болсын деп. Намаз діннің негізгі тірегі. Егер соны қайым қылдың ба, соны тұрғыздың ба, соны тіктедің ба, соны реттеп алдың ба, басқа құлшылықтар соған қарай келе береді. Сен енді сол намазға келдіңде Аллаху акбардан бастап тәслимға дейін ештеңе ойлаған жоқсың, дүниені ойлап тұрсың. Сондай ақ намаз оқып қойып жатырмыз. Сол үшін де екі жаққа сәлем бере салысымен бірінші айтылатын сөзіне астағфирулла, ей Алла өзің кешір. Оны әшейін тілді жүгірте бермеу керек, сезініп айту керек оны. Ей Алла кешір. Сенің бұйырған деңгейіңде орындай алдым ба, алмадым ба? Бірақ уәсуәсаға түсіп қалмаңыздар. Бір жігітті білем, марқұм қайтыс болып кетті. Әр намаздан кейін саху сөз жасай береді. Сүннеті болсын, парыз, неғып өйтесің десем, енді қайдан білейін сол деңгейде істей алдым ба, істей алмадым ба? Ол ішкі сезім, ол бөлек. Сен сыртқы кейіптерінде, сыртқы іс-әрекеттерінде қателессең, соған жасайсың. Сахуды. Сол үшін де пайғамбар алейхиссалату вассалам бірінші айтатын сөзі не еді дейді? Истиғфар еді. Ол қалай? Астағфирулла деп айтатын дейді. Муғират ибн Шуъба радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізетін бір хадисте намаз біткеннен кейін сәлем беріп болған соң пайғамбар алейхиссалату вассалам мына дұғаны қайталайтын дейді. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин қадир. Аллахумма ла мани'a лима а'тайта ва ла му'ти'a лима манa'та ва ла янфa'у зал жадди минкал жадд деген дұғаны қайталап айтатын дейді. Алладан басқа тәңір жоқ, оның ешбір серігі жоқ. Бүкіл байлық, патшалық, мадақ мақтау оған тән. Ол барлық нәрсеге толық күш құдіреті жетеді. Оның Алла сен берсең ешкім тартып ала алмайды. Сен алып қойсаң ешкім бере алмайды. Сенен өзге ешқандай бір пайда беретін күш қуат иесі жоқ. Ешбір сәттілік те, ешбір дүние де пайда бере алмайды егер сен қаламасаң деп дұға ететін дейді. Абдуллах ибн Зубайр радиаллаху анхума, Алла әкесі екеуінен разы болсын, пайғамбар алейхиссалату вассаламның намаздан кейінгі айтатын дұғасы дейді, жаңағы мәтінге ұқсас. Бұл жерде де Алладан басқа ешбір тәңір жоқ, ол жалғыз, оның серігі жоқ. Бүкіл байлық, патшалық, мадақ Аллаға тән, барлық нәрсеге толық күш құдіреті жетеді. Одан асқан күш қуат иесі жоқ. Алладан басқа тәңір жоқ. Одан басқа ешкімге біз құлшылық етпейміз. Бүкіл нығметтер
оған тән, яғни Аллах субханаху ва тағала бізге беріп жатыр барлық нығметтерді, білесіздер. Бүкіл толық кемелдік оған тән. Барлық мақтаулар, мадақтар Аллаға тән. Оның ла илаха иллаллах, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Мухлисина лахуддин, оның дініне толық ықыласпен біз құлшылық етеміз. Егер кәпірлер бұны қаламаса да деген сөзді айтатын дейді. Намазынан кейінгі пайғамбар алейхиссалату вассалам дұғаларының бірі. Көптеген дұғалар келеді, намаздан кейін осылай жасайтын деп. Бізде бұл сүннеттердің бір хикметі қарасаңыз, әр елде әрбір сүннеті тірі пайғамбарымыздың. Қажылыққа барып қалып жатсаңыздар, осы дұғаларды имамдардың артында тұрып естіп қаласыздар. Африкаға барсаңыздар, тағы бір түрін естіп жатасыздар. Бізде Орта Азияда қалыптасқан ең қысқасы, сәлем беріп болғаннан кейін Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам, жаңа жоғарыда айтып кеттік, сол дұға еді. Бірақ басқа да дұғалар бар. Өлі емес ол сүннеттер. Әрбір елде барған кезде байқайсыз, бір елде біреуі, бір елде басқасы орындалып жатыр. Абу Хурайра радиаллаху анху мұхажирлердің ішіндегі кедейлер пайғамбар алейхиссалату вассаламның алдына келіп, байлар бізден озып кетті, жоғарғы дәрежеге жетті олар деп шағымданып келеді. Себебі оларда артық дүние бар, мал мүлк бар. Біз секілді намаз оқиды, рас. Оразасы да біз секілді. Ешқандай бір айырмашылық жоқ. Бай былай намаз оқысын, кедей бүйтіп оқи берсе болады. Байлар былай ұстасын, кедейге былай ұстау керек деген нәрсе жоқ. Бірдей. Бірақ оларда мал бар, мал мүлк бар. Сонымен біз істей алмай жатқан нәрсені істейді ғой деп қызғанып, яғни сауапты істе артта қалып баратырмыз деп. Ол біреудің дүниесін қызғанып тұрған жоқ. Не дейді? Байдың дүниесін байқұс қызғаныпты дей ма? Бір сондай сөз бар ғой. Ондай мақсатта емес. Бәлкім біз қалып қойып жатырмыз ғой артта деген мақсатта келіп сұрайды. Себебі әйел кісілер де келіп пайғамбарымыздан сұрайтын болған. Ерлер жихадқа қатысады, біз қатысамаймыз ғой деп. Яғни сондай сауапты қалаймыз деп. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам үйіңде отырып, күйеуіңе қызмет етіп, соның ризалығын алып отырсаң, ең үлкен жихад сен үшін деп. Сонда пайғамбар алейхиссалату вассалам олар садақа етеді, жихадқа барады тіпті. Біздің де мал мүлкіміз жоқ, бара алмаймыз деп арызданған кезде сендерге бір дүние үйретейін мен. Соны істейтін болсаңдар, ешкім сендерге жете алмайды. Тек соны істегендерден басқа деп айтады. Сонда ол не, я Расулалла, үйретіңіз. Әрине міндетті түрде деген кезде Алланы дәріптеңдер, оны мақтаңдар, тәкбір айтыңдар оған. Әр намаздан кейін 33 реттен деп айтты. Бір риуаятта субханалла, алхамдулилля, Аллаху акбар деп 33 реттен әр қайсысын айтыңдар деп пайғамбар алейхиссалату вассалам үйретеді. Дағы бір риуаятта келіп сахабалар арызданады. Я Расулалла, олар да айта бастады ғой бұны деп. Енді қарасаңыз, көбіне байлардың уақыты болмайды. Мал мүлк, оны есептеу, оны айналдыру, бизнес ішінде да оған уақыт жағынан Аллах Тағала тәсбиге, зікірге уақыт бермеген болуы мүмкін. Бірақ сіздерге берілді ол. Сахабаларға айтып, сіздерге берілді. Міне соны істеңіздер. Енді келіп байлардың ішінде де оған да уақыт ажыратып, оны да істеп жатқандары шықты. Бізде біздің ізгілер, өтіп кеткен ізгілердің бір жақсы ісі бізге сіңдіріп кеткен, әр намаздан кейін міндет қылып кеткен. Мысалы, бесін намазы қанша ракат деп сұраса не дейсіз? Сізден сұрайды. Бесін намазы қанша ракат? 4 ракат сүннат, 4 ракат парыз, 2 ракат сүннат. Сонымен 10 болды, иә. Бесін намазы негізі 4 ракат парыз ол. Алдыңғы артқыңғы сүннеттер ол. Бесінді Алла 4 ракат парыз қылып берді. Таң 2, бесін 4, екінті 4, шам 3, құптан 4. Алдында артындағы сүннеттер ол бесіннің, құптанның, шамның алдынан артынан пайғамбарымыздың оқығандары.
Осыны біздің санамызға сіңдіріп кетті. 5-нің 4 ракат сүннеті деп. Құптанның 3 ракат өтіру уәжібі деп не етеміз, Құптанға қатысы жоқ оның айтпесе. Бірақ біздің ізгілер осыны сіңдіріп кетті, Алла разы болсын олардан. Егер солай істеп кетпенде жалқауланып 4 ракат парызды оқып шығып кете беретін еді бәрі. Анау міндет емес қой деп. Бірақ біздің санамызға солай жаттадық бәріміз. Тіпті әлі күнге дейін намазым толық болмай жатыр дейді кейбіреулер. Неге десем, аятыл күрсін әлі бітпедім дейді. Қараңыз, намаздан кейінгі оқитын аятыл күрсінің өзін намаздың қатарынан санап, намазым әлі толық болмай жатыр, молдеке аятыл күрсін жаттап бітпедім дейді. Алла разы болсын. Оны кейбіреулер жалқауландырып, ол шарт емес, оны жаттамай-ақ қой дейді. Тәспіні де намаздың бір бөлшегі қылып, не істейміз? Жамағатпен отырып бірге тәспі тартамыз. Тартпай шығып кетіп жүргендерден сұраңызшы. Жалқаулық бәрі пайда болады. Себебі жеке қалсаң, шайтан сені тез алып кетеді. Жамағатпен болсаң, амал жоқ істейсің. Кейде ықыласпен істейсің, кейде ойбай имам тез бітсе екен, тез кетсе екен деп істейсің. Бірақ әйтеуір істейсің. Анау әдет сені жібермейді. Үйде де кейде асығып тұрсаң, қой істеу керек қой деп отырып істейсің. Біліп ағасың, анадан мынадан не естіп ағасың, міндет емес, істемесе болады деген нәрсені. Бірақ жібермейді сені мына жағың бәрібір. Бір толық қылмаған секілді болып тұрасың. Алла разы болсын, ізгілеріміз осыны бекітіп кеткен. Намаздың ішіне кіртіп кеткен. Ішіне болмаса да, намазбен бірге қылып. Сол үшін де сізбен біз бұл хадистерді оқыған кезде таңғамаймыз оны. Бірақ пайғамбар алейхиссалату вассалам айтқан кездерде, ол кездерде енді қалыптасып келатқан. Біреу істей алса, біреу істей алмайды бұны. Істемеген адам ешкім сөкпейді. Қазір біреу тұрып баратса, бәріміз бұрылып қараймыз. Мынаған не болған? Сәлефи болып кеткен ба? Не мынау тәсіп тартпай жатыр деп, сондай деңгейде бізде санамызға сіңіп кетті бұны істеу деп. Ол уақыттар біреудің уақыты бар, біреудің уақыты жоқ. Пайғамбарымыз үйретіп жатыр. Кедей міскін істей алмайды. Сен мынаны істе, сол сауапты аласың деп. Енді байлар үйреніп алып, олар да келіп істеп жатыр дейді пайғамбарымыз. Алланың берген бұл артықшылығы. Оған сана беріп, әрі садақа беріп, әрі жихадқа барып, мына сауаптың да қалмайым деп істеп жатса, Алланың берген артықшылығы. Алла біреуге ақылды артығырақ береді, біреуге дүниені артығырақ береді, біреуге бала-шағаны артық қылып береді. Кімге Алла нені арттырып берем десе, ол оның фадлы, кемелдігі, құдіреті, оны ешкім талқыламайды. Және де сол сахабиден келген риуаят, пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бірде былай деп айтты дейді. Әр намаздан кейін 33 рет субханалла деп, 33 рет альхамдулилля деп, 33 рет Аллаху акбар деп айтып, 100-шісін ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду ва аля кулли шайин қадир деп айтатын болса, күнәләрдің бәрі кешіріледі. Егер де ол күнә теңіздің көбігіндей көп болатын болса да деп айтты. Бұнда біздің ізгілеріміз сіңдіріп кетті. Намаздан кейін имамдар байқасаңыздар, субханаллахын айтады, альхамдулиллахын айтады, Аллаху акбарды айтады. Және де бұл жамағатпен істелетін нәрсе емес. Ескерту ретінде субханалла дейді, бәрі өзі іштей субханалла дейді. Соңында ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду ва аля кулли шайин қадир деп бітіреді. Кәб ибн Уджра, Алла өксен разы болсын, пайғамбарымыздың жетседі. Артынша қайталанатын істер бар. Кімде-кім соны айтатын болса, әр намаздан кейін артынша деп жатыр. 33 рет субханалла, 33 рет альхамдулилля, 34 рет деп келеді бұл жерде Аллаху акбар деп. Жаңағы риуаятта 100-шісі ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамду ва аля кулли шайин қадир болса, бұл жерде Аллаху акбарды 34 рет деп келеді. Бұндай да хадис бар. Деп айтатын болса, оның айтушысы құрдымға кетпейді ол. Яғни өзінің сыйын алады. Ол қор болмайды. Саад ибн Аби Уаққас, Алла өксен разы болсын, пайғамбар алейхиссалату вассаламнан жеткізетін бір хадисте, пайғамбарымыз намаздан кейін мына бір сөздерді қайталайтын дейді. Тауыз деген Алладан сыйыну. Пайғамбарымыз көп Алладан сыйынатын. Намаздан кейін, жатар алдында өте көп сыйынған. Соншалықты көп сыйынғандықтан Аллах Тағала екі сыйыну сүресін түсіріп берген.
Сол 2 сүре түскеннен кейін пайғамбарымыз соны көп оқитын дейді. Ол Құранның ең соңғы 2 сүресі. Аузу деген сөз сыйынамын, пана тілеймін. Мына бір нәрсенің зиянынан, мына бір нәрсенің зиянынан саған сыйынамын, я Алла деген сөз. 2 сүре Құл аузу бираббил фалақ пен Құл аузу бираббин нас деп басталатын сүрелер. Намаздан кейінгі пайғамбарымыздың сыйынған дұғалары Аллахумма инни аузу бика минал джубн. Қорқақтықтан сыйынамын. Адамда қорқақтық ер азаматта пайда болса, көп нәрсеге тәуекелдігі жоқ болып қалады, істей алмайды. Қойшы дейді, бүйтіп қалсашы, үйтіп қалсашы деп қорқақтық пайда болады. Уал бухл. Сараңдық. Сараңдықтан сыйынамын дейді. Сараңдық бергің келмейді. Сұрап кеп тұр. Қойшы, бермей-ақ қойыншы. Менен басқа бар ғой, солардан сұрасын. Міндетті емеспін ғой. Мен ғанамын ба? Бұл да жаман нәрсе, жүректің ауруы болды. Аз болсын, көп болсын, сізде беру деген сипат пайда болмаса, ешқашан бере алмайсыз. Көп болған кезде берем деп ойлайсыз, жоқ. Егер сізде сол сипат пайда болмаса, беру деген, ол дүниеңіз аз болсын, көп болсын бере алмайсыз, шығара алмайсыз мына жақтан. Ва аузу бика мин ан урадда илал арзил умр. Алжып бала секілді болып қалады адам баласы. Ауырған кезде, қартайған кезде сондай нәрседен сыйынамын саған. Алжудан сыйынамын. Өмірімнің қор болуы, қорлық өмір дейді, одан сыйынамын. Дүниенің фитнасынан сыйынамын. Және де қабірдің азабынан сыйынамын деп пайғамбар алейхиссалату вассалам намаздан кейін осындай сыйыну дұғасын жасаған екен. Муаз радиаллаху анху пайғамбарымыздан жеткізеді. Қолымды ұстап тұрып, ей Муаз, Алланың атымен ант етейін, мен сені жақсы көрем деп айтты дейді. Пайғамбарымыз Муазды ұстап тұрып, мен сені жақсы көрем деп. Бұл да егер бір адамды сүйсеңіз, жақсы көрсеңіз, оған айту сүннет екен пайғамбарымыздың. Басқа да хадисте келеді, біреуді жақсы көрсең, оған айтып қой дейді. Мен сені жақсы көрем деп. Алла ризалығы үшін сені жақсы көрем. Әлгі адам оны біліп жүрсін. Оның хаққысы ол білу. Себебі сен біреуді жақсы көріп жүрсің, ол білсе, саған соған жараса мәміле жасайды. Мен жақсы көріп жүр деп, саған жараса мәміле жасайды. Жақсы көріп жүргеніңді ол білмей, теріс мәміле жасап қойса, іштей қатты қиналасыз. Мені соны қатты жақсы көрем, мен оған қанша жақсылық тілеп жүрмін, ол маған осындай істеді деп. Білдіріп қойсаңыз, ол ондай нәрсеге бармайды. Сізде психологически ауруға түспейсіз. Саған өсиет айтайын, ей Муаз дейді. Әр намаздан кейін мына сөзді тастамай айт дейді. Аллахумма а'инни аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Ва Раббим, маған көмектес өзің сені еске алуда. Алланы еске алуда Алладан жәрдем сұрауымыз керек. Ол бізге жол ашпаса, ол бізге тауфиқ бермесе, өз ақылдылығымызбен, өз білімділігімізбен, өз сұлулығымызбен, өз мүмкіншілігімізбен істей алмаймыз. Егер ол бізге жол ашпаса, егер ол бізге мейірімін жаудырмаса, оны сұрауымыз керек екен. Саған шүкір ете білуді маған үйрет, маған көмектес, саған шүкір ете білейін. Жеп тұрып маңырайтын ешкілер болады. Тоймайды. Пенде сондай болмау керек. Алла беріп жатыр саған қанша нәрсе. Жоқ. Неғып маған бермейді? Деме. Нығметтерді сана. Шүкір етуді үйрен. Шүкір ете білуді маған нәсіп етші деп әр намазынан кейін сұра деп жатыр. Және көркем түрде құлшылық етуді. Құлшылықты да былай құтылып алайықшы құптаннан. Сосын рахаттанып отырамыз. Деме. Көркем түрде құлшылық ете білуді де Алладан сұра. Я Рабби, маған сол істе, маған өзің көмектесші деп дұға ет деп пайғамбар алейхиссалату вассалам Муазға үйреткен екен. Алла субханаху ва тағала көркем құлшылық етуді баршамызға нәсіп етсін, рызқына шүкір ете білуді нәсіп етсін, және де өзін үнемі еске алуды бізге Аллах Тағала нәсіп етсін. Субханак Аллахумма бихамдик нашхаду ан ла илаха илля анта настағфирук ва натубу илейк би рахматика.